Топар бас энергия тарату станциясы штатты режимде жұмыс істеп тұр. Осы күнде 16 қазандықтың 12-сі іске қосылған. Станция басшыларының сөзінше биыл қыс өткен жылғыдан қатты. Сондықтан да энергетика министрімен бірігіп екінші қозғалтқыштың жөндеу жұмысына рұқсат алынған. Алайда ол жылу беру сапасына қалай әсер етеді? Толығырақ тілшіміздің бейнематериалында. Котел у нас сейчас находится в режиме растопки, готовится к его включению. Топар бас энергия тарату станциясы 60 жылдан бері үздіксіз Топар елді мекені мен Абай қаласына жылу беріп келеді. 16 қазандық, 8 турбинасы бар стратегиялық нысанды Қазақмыс корпорациясы қамтамасыз етіп отыр. Жыл сайын станцияға жөндеу жұмыстары жүргізіліп отырады. Мәселен, келер жылға бір қозғалтқыштың жөндеуі жоспарға алынған. Бізге ГРЭС Топарда 3 машинаның жоспары бар, 3 турбина, 130 мегаваттық турбинасын, соның үшеуін жаңағы іске қосуға 2025-2026 жылдары сол 3 турбина ауыстыруға соған жұмыс істеп жатырмыз. Облыстағы аяздарға қарамастан станция жұмысы штаттық режимде жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда Топар бас энергия тарату станциясынан шығатын жылудың мөлшерін 88 градустан 91-ге ұлғайтқан. Станция полностью к зиме готова. Станция қысқа толығымен дайын, ешқандай апат болған жоқ. Болашақта болмайды деп сенем, себебі тиісті деңгейде дайындық жұмыстарын жүргіздік. Сонымен қатар Топар бас энергия тарату станциясы басшысының айтуынша екібастұздағы жағдайға да қолдау көрсетіліп жатыр. Станциядан 5 бірлік техника мен 20-дан аса жұмыскер көмекке жіберілген. Екібастұзға біз Балқаш Жезқазған Сатпаев қаласынан бригада құрастырып, соған екінші жұма болды сояққа көмектесіп жатырмыз. Бүгінгі информация бойынша олар бүкіл жаңағы благоустроенный үйлерді жылу іске қосты. Жаңа жеке тұлғалардың коттедждерін, жаңа үйлерін бүгін қосып жатыр олар жылуға. Қазақмыс корпорациясының қолдауымен 25-ші жылға дейін 3 турбинаның жөндеу жұмысы аяқталады деп жоспарланып отыр. Аталған мақсат жүзеге асатын жағдайда станцияның берер қуаты 90 мегаваттқа дейін жетеді. Яғни Саран қаласын жылытуға да қауқары жетеді. Ерік Нарын, Назым Думанқызы, Сарыарқа телеарнасы.